Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше болып шығатын ауызашарға керемет тағамның рецептісін көрсеткім келіп тұр. Кешкісін ауызашарға дәл осы тағамды менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Олай болса, менің видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды, сұйық майымызды құйып алдық. Осы ұнның үстінен жылы суды аз-аздан құя отырып, қатты емес, жұмсақ емес, орташа консистенциядағы қамырды елеп алатын боламыз. Біздің қамырымыздың консистенциясы мантының қамыры сияқты болғаны дұрыс болады. Қамырды ыдыс ішінде біріктіріп алғаннан кейін дастархан бетінде иі қанғанша илеп алдым. Дәл осындай қамыр шықты. Осы қамырымызды илеп болғаннан кейін ыдысымызға салып, тындыруға қалдыратын боламыз. Осы уақыт аралығында салмасына көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Қалаған көкөністеріңізді қоссаңыздар болады. Ең алдымен пиязды дәл осы видеодағыдай турап алдым. Келесі кезекте пиязды салып алғаннан кейін 2-3 бас сарымсақты майдалап турап алдым. Сарымсақтарымызды салып, келесі кезекте бір үлкендеу сәбізді өздеріңіздің қалаған формаларыңызға кессеңіздер болады. Мен дәл осылай кесіп алдым. Сәбізді салып аламыз. Келесі кезекте картоптарымызды тураймыз. Картопты да салып алдық. Келесі кезекте етті мен сиырдың етінен алдым. Үлкендеу бөліктерге бөліп турап, жуып, қазанымызға майымызды құйып, оттың астын қосып, осы етіміздің суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Еттің суы тартылғаннан кейін еттің үстінен бір ас қасық соя тұздығын құйып, жақсылап араластырамыз. Үстінен пияз бен сарымсақты салып, жақсылап араластырып, 2-3 минут уақыт аралығында қуырамыз. Пияздың үстінен сәбіз және жандуды салдым. Жанду мен болгар бұрышы менде тоңазытқыштан шыққан, қатып тұрған жерінен салып жатырмын. Егер де сіздерде ондай болмаса, кез келген көкөніспен алмастыруға болады. Үстінен тұз салып, қақпақ астында 5 минут бұқтырып алдым. Татымына қарай паприка, қызыл бұрыш салып алдым. Жақсылап араластырып, үстінен қызарғанша томат салып, араластырып алдым. Осы көкөністеріміздің үстінен көкөністеріміз батқанша қайнап тұрған судан құятын боламыз. Қақпақ астында орташа отта 15-20 минут уақыт аралығында бұқтырамыз. Қамырдан раушан гүлдерін жасайтын боламыз. Раушан гүлдеріміздің ортасына бір сәбізді және бір сарымсақты майда үккіштен өткізіп дайындап алдық. Көкөністеріміздің қасына картопымызды салып, жақсылап араластырып, орташа отта пісіреміз. Тынып тұрған қамырымызды ең алдымен қолдың көмегімен, содан кейін оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Жұқарып жайылған қамырымызды домалақ ыдыстың көмегімен дәл осындай формада кесіп алатын боламыз. Домалақ қамырларымызды жартылай бір-бірінің үстіне қоя отырып, 4 қамырды қойып, жақсылап сұйық маймен майлап алдық.
Қамырдың үстіне сәбізден жасалған салмамыздан аз-аздан салып, қамырды жартылай қайырып, раушан гүлдерімізді орап, дайындап аламыз. Өте керемет, әдемі болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Келесі тағы да бір рет көрсеткім келіп тұр. Қамырларымызды дәл осылай қойып аламыз және үстінен сұйық маймен майлап аламыз. Ортасына сәбізден жасалған салмамызды салып шығатын боламыз. Қамырды жартылай қайырып, раушан гүлдерімізді орап, жасап аламыз. Өте әдемі болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Барлық раушан гүлдерімізді жасап алғаннан кейін қайнап тұрған көкөністеріміздің үстіне салып, пісіріп алатын боламыз. Барлық раушан гүлдерімізді салып болғаннан кейін қақпақ астында орташа отта 15 минут уақыт аралығында пісіретін боламыз. Раушан гүлдеріміздің пісу уақытына байланысты. Ауызашарға кешкі тамағымыз дайын, өте керемет болып шығады. Сочный, еті жұп-жұмсақ, раушан гүлдерімі ерекше дәмді болады. Менің видеом бойынша осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Керемет рецепттерде кездесетін боламыз. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Сау болыңыздар.